Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қалдарыңыз қалай? Күздің алғашқы аптасы қалай өтті? Сіз бен бізді қайдам осы аптада 60 күндік демалыстан соң халқын ойлауға қайта келген депутаттарға оңай болмады. Олар 1 қыркүйекте мектепке барып, ұстазын көрген оқушыдай 1 қыркүйекте 1,5 сағат бойы президенттің аузына қарап отырды. Өйткені Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауын жариялады. Оның ішінде талдайтын тақырып өте көп. Бұдан бөлек, осы аптада қазақстандық жемқор шенділердің арсыз әрекеттері әшкере болды. Негізі мына Нартай Ньюстың ең болмағанда 1 аптасын тойымсыз чиновниктерді сынамай өткізгім келеді ақ. Бірақ аналар адамды тыныш отырғыза ма? Ай құрсын, былықтың бәрін бір өзім көріп жұрттан жасырып қалмайдың. Ендеше біз бастаймыз. Осы аптаның ең басты саяси шарасы бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 1 қыркүйекте 60 күн армансыз демалған депутаттар орындарына жайғасты. Олардан бөлек үлкен залға министрлер мен президент әкімшілігінің адамдары. Бір сөзбен айтқанда, теория жүзінде 19 миллион халықтың тағдырына жауап беруі тиіс, ал практикаға келгенде ызбойлары көп болатын шенеуніктердің бәрі жиналды. Давайте все вместе. 1 сағаттан астам отырып президенттің жолдауын тыңдады. Жолдауда халыққа қолдау болатын ақпараттар аста төк. Бар деп айту керек. Ең төменгі жалақының 60 000 теңге болатыны, айлықтың көтерілетіні, мүмкіндігі шектеулі жандарға жаңа мүмкіндік, тұрғын үй алуға көмектесетін жаңа бастама, тағысын тағы. Замечательно, поразительно, гениально. Жолдаудың толық нұсқасымен танысқандарыңыз жөн болады ағайын. Сілтемесін төменге қалдырамыз. Міндетті түрде кіріп оқып шығыңыз. Биылғы жолдау мынаны бүйтеміз, ананы сөйтеміз деген ертеңгі күннің әңгімесі болған жоқ. Өткенді екшеп өтті. Яки қуаңшылық пен азық-түлік бағасының қымбатшылығына, халықтың әл-ауқатына басымен жауап беру керек шенеуніктерге соңғы сигнал кетті. Мысалы, тамақтың бағасына жауап беретін бірнеше орган бар екен бізде. Бірақ проблема келсе, солар бір-біріне сілтеп қойып қарап отыратын көрінеді. Негізі бұл жаңалық емес. Қазақстанның қай саласында да осы ғой. Ендеше халықтың қамын емес, нанын жеуге дағдыланған арсыз шенеуніктердің ойланатын уақыты келді. Айтпақшы, осы тұста желі қолданушылары өте қызық бейне жазбаларды жариялады. Міне, жолдау барысында кей шенділердің кірпіктерінің айқасып кеткенін айғақтайтын көріністер. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут. Әрине, олар ұйықтап отырды ма, әлде кадрге солай түсіп қалды ма нақты білмейміз. Бірақ бүгінгі шығарылымнан соң біразының ұйқысы біраз уақытқа дейін бұзылатынына кепілдік берем. Үлкен саясат бұл ережесіз жекпе-жек емес. Мұнда өзіндік ұстанымдар мен принциптер бар. Сол ережелерді елегісі келмегендерге президент соңында соңғы рет ескертті. Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений президента, мне кажется, должны уйти из занимаемых постов. Негізі, біздің жемқор һәм жағымпаз шенеуніктер орынтақтарын сақтап қалу үшін бәріне барады. Мою прелесть. Сондықтан өз еріктерімен кете қоймас. Бірақ жолдауда үкіметке бірнеше тапсырма берілді және бәрінің орындалу мерзімі бар. Ендеше уақытында үлгермегендер уақытынан бұрын жып-жылы жерден құйрықтарын көтеріп кетуі тиіс. Жолдауда не айтылғанын төмендегі сілтемеден оқып аласыздар ғой. Ал жолдауда не айтылмай қалды деген мәселе де бар. Әккі саясаткерлер соны жеті қадағалайды. Ол тақырыпта тап сол жолдау жасалған сәтте талқылап тастап едік. Сауатты сараптама, оның да сілтемесі төменде болады. Көріңіз.
Осы аптада Жамбылдағы әскери қойманың жарылысына басымен жауап беру керек қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев отставкаға кетті. Арыс пен Жамбылдағы жарылыс кезінде министр болып отырған адамның қызметтен кеткендегі ақырғы сөзі мынау. Сізден және зардап шеккен адамдардан және қайтыс болған әскери қызметшілердің жақын туыстарынан кешірім сұраймын. Басқаларды қайдам, бірақ халық экс-министрді кешіре қоюы екіталай. Өйткені сарбаздар мен өрт сөндірушілердің өмірі Ермекбаевқа ермек емес еді. Жалпы елдегі екі бірдей үлкен апатқа, бейбіт күндегі сарбаздардың өліміне ведомство басшысы ретінде жауапты адамның бұлай тып-тыныш кете салуы ақылға томпақ дүние. Сондықтан былықтың басында тұрған шенеунік сүттен ақ, судан таза боп шыға салмайды деп сенейік. Өйткені мынаны қараңыз. Қуаңшылықтың алдын ала алмады, малдардың өліміне айыпты деп ауыл шаруашылық министрінің қызметінен алып тастағанымыз кеше ғана. Ал өз қол астындағы әскери қойманың қауіпсіздігін қамтамасыз етпей, сарбаздар мен өрт сөндірушілердің өліміне басшы ретінде басымен жауапты адамның жайдан жай қызметтен кете салуы көптің көкейінде көп сұрақ тудырады. Себебі ана жақта мал өлді, мына жақта адамдар бақилық болды. Нұрлан Ермекбаев қызметінен кетпей тұрып сұхбат берді журналистерге. Сондағы сөзі мынау. Министр деген енді кінәлі деп айтуға ол бір жағынан надандық. Мынау не сөз болды? Мынаны қалай түсінуге болады? Арыстағы әскери бөлім жарылады. Адамдар қаза табады. Ондағы қару-жарақты Жамбыл облысына тасып әкеледі. Сол қару-жарақ 2 жылдан соң тағы жарылып, 10-нан астам адам көз жұмады. Осы екі апаттың кезінде Нұрлан Ермекбаев қорғаныс министрі болып отырады. Ал енді аталған қайғылы жайттарға министрді кінәлі десек, біз надан екенбіз. Сонда сіз кім болдыңыз, Нұрлан мырза? Жазықсыз көз жұмған жігіттер түсіңізге кірмей ме? Ұмытпаңыз, дүние алма кезек. Ал менің тілерім, Құдай қазақты өз халқын надан дейтін шенеуніктерден сақтасын. Әумин. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі тағайындалды. Міне, Мұрат Бектанов. Бұған дейін министрді кінәлау надандық деген Ермекбаевтың орынбасары болған. Енді министрдің орынтағына қонжия қойды. Бірақ ішім қылп ете қалды осы ақпаратты оқығанда. Өйткені Мұрат Бектанов деген жаңа министріміз Арыстағы әскери бөлім жарылғанда сөгіс алған адам. Ол ма? Жолдаудан соң су жаңа министрден журналистер сұхбат алмақ болған еді. Сондағы әрекеті мынау Бектановтың. Министр мырза, бір ауыз сөз. Жаңа министр бір ауыз сөз айтпайсыз ба енді? Қалай жұмысыңызды бастайсыз Тараздағы жағдай бойынша? Қандай жағдай жүріп жатыр қазір? Әрине, Land Cruiser 200-бен жүргенде қарапайым адамдардың жағдайын ойлай қою қиын шығар, түсінеміз. Бірақ мынау жаңа министрдің журналистерге ғана емес, журналистердің көрермендер мен оқырмандарына, яки қарапайым халыққа деген көзқарасы деп түсіндім. Әйтпесе бейбіт күнде 10-нан астам адамның ажалына айыпты болған саланың министрі тергеу барысы мен апаттың себебіне қатысты соңғы мәліметтерді айтуы керек еді. Бірақ айтпақшы, журналистерді елемей джипіне қон жиып отырып кете салған су жаңа министрге қатысты бір мәлімет есіме түсіп тұр. Айта кетейін, Мұрат Бектанов бұрынғы лауазымында отырғанда мәжіліске барған еді. Сол кезде депутат қазақша сұрақ қойды. Бектанов орысша жауап берді. Бірақ оның жауабы шатып бұтып кеткесін араға ұлттық экономика министрі түсіп мәселені ашып айтты. Сол кезде өз саласындағы ақпаратты білмеген қазіргі қорғаныс министріне мәжіліс спикері былай деген еді. Минобороны вообще не знает ничего. Вот оттуда у вас и бардак весь идет. Мы будем формировать позицию. Она уже давно посажена. Это те положения, которые сейчас просто законом мы будем проводить. Мұрат Кәрібаевич, оны білу керек қой. Сіз білдей бастықсыз, оны білмесеңіз, ертең сіздің қол астында жұмыс істеген офицер қайдан біледі? Жұмысына осындай бағалған Мұрат Бектанов енді қорғаныс министрі. Біздің жаңа министрде кеткен өшіміз жоқ.
Бірақ ол да халықтың алдында есеп беруді, журналистердің сұрағына жауап беруді үйренуі керек. Өйткені сарбаздар бейбіт күнде жарылып, өліп жатса, әскери бөлімдерде жас балалар марқұм боп, олардың мәйіттері үйлеріне көгеріп, қан іздерімен келіп жатса, ондайдың талайын түсіргенмін. Демек, біздің әскери салада бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Соны жасырмай айту министрдің міндеті. Жасыру жарылыспен аяқталатынын түсіндік. Осы тұста біз қорғаныс министрі Мұрат Бектановты арнамызға, сұхбатқа шақырамыз. Халықтың көкейіндегі сұрақтарды қоямын. Мұрат мырза, сіздің бізден қашатын себебіңіз елден жасыратын қорқынышты құпияңыз жоқ шығар, Президент ашықтық туралы айтты, білесіз. Ендеше президенттің пәрменін, елдің талабын, біздің өтінішімізді орындаңыз, сұхбат беріңіз. Біз сізді күтеміз. Баспасөз хатшыңызға хабарластық. Менің нөмірім бар сіздің ведомствода. Кездескенше, министр. Осы аптада жемқорлықтан алдына жан салмайтын қазақстандық шенеуніктер өзара челлендж ұйымдастырды. Қай аймақ озады екен деп сырттан бақылап отырдық. Бағасын сіздер беріңіздер. Қазір айтылатынның бәрі ресми ақпарат. Міне, бірінші Қызылорда облысы. Облыстағы Қазалы аудандық құрылыс бөлімінің басшысы Қазалы ауданы әкімдігінің әкімшілік ғимаратын салу кезінде қуатты кабель тартамын деп смета жасатып, соның арқасында 125,6 миллион теңге көлемінде бюджет қаржысын жымқырған. Қазір сотталды. Ол олма. Қызылорда облысындағы Шиелі аудандық білім бөлімінің басшысы оқушыларды жазғы лагерге орналастыру және оларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету кезінде бағасын батпан қылып келісім шарт жасап 334,9 миллион теңге бюджет қаржысын қалтасына басқан. Вот это поворот! Әрі қарай кеттік. Осы аптада Алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасының экс-қызметкерлеріне сот шешімі шықты. Олар пандемия күйіп тұрғанда 3 қабатты медициналық маска сатып алу бойынша тендер жариялайды. Артынша басқарма қызметкерлері жеке компаниямен келісіп, қарапайым, яки бір рет қана қолданатын маскалары алдырған. Бірақ соны талапқа сай қылып, қабылдай салған. Нәтижесінде 254 миллион теңге бюджет қаржысын жымқырған. Қылмыс әшкере болды. Айыптылар 3 жылдан 7,5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Бұл ұсталғандар ғой, ұсталмаған акулалар қаншама. Кейде ойлаймын ағайын, анау ертегідегі алтын балық бар ғой, сол алтын балықты ұстап алып, үш емес, бір ғана тілегім бар. Қазақстандағы жемқорлықты түбірімен жойшы десең, алтын балық ойланып тұрып, брат, одан да мен қуырып жисаш дейтін сияқты. Қайтеміз енді. Жемқорлардың жегендері желкешінен шықсын деп тілейміз Алладан. Әумин. Осы аптаның тағы бір жаңалығы міне. Шымкент қалалық мәдениет үйі элиталы маталардан тігілген перделерге тапсырыс берген. Мемлекеттік сатып алу порталындағы ресми мәлімет мынау. Мәдениет үйіне перде тігу үшін 53 миллион 571 мың 428 теңге бөлінген. Я даже не знаю, что сказать. Мынау не масқара? Қуама мыналар? Талаптарын қарасаңдаршы. Перде лазермен кесілген аппликациялық өрнектермен безендіріліп, алтын түсті шашақ, бақырама, бағалы тастармен көмкерілген болу керек, депті. Шенеуніктер, жепсіңдер бюджетті. Шымкент қалалық мәдениет үйі концерт ұйымы мекемесі директорының міндетін атқарушы Ғани Аманқұлов болса, тапсырыс құны қазіргі нарыққа сай депті. Елде азық-түлік қымбаттап, қуаңшылық болып, экономикалық дағдарыс орын алғанда пердеге 53 миллион теңге бөлген шымкенттік шенеуніктерге аймақтың тілімен айтарымыз мынау. Бірінші қыркүйекте жұмыстарын бастаған депутаттардың бірі Ерлан Сайыров бітпеген жараның аузын тырнады. Біздің спорттағы салақтықты айтты. Депутаттың мәліметінше, Қазақстанда спорт объектілеріне ақылға сыймайтын ақшалар бөлінеді екен. Мысалы, Щучинскідегі таулы шаңғы трамплинін салуға 38 миллиард теңге жұмсалған. Ол олма 2021 жылы жоғары жетістік спортына 47 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген.
Ой, бәлі. Шығатын жағы аяқпын. Мына сандар расында масқара. Анау жоғары спорттағы жетістікті көрдік. Соңғы Токио Олимпиадасына барғандары бір қора, алғандары 8 қола. Спорт демекші. Осы аптада УЕФА футбол клубтарының шығындары туралы ресми мәліметті жариялады. Қараңыздар. Соңғы 10 жылда Қазақстандағы 29 футбол клубы 989 ойыншы сатып алған, 636 ойыншы сатқан. Ендігі масқара мынау. Футболшыларды сатып алу үшін біздің клубтары 34,1 миллион доллар жұмсаған. Сатудан тапқандары 6,4 миллион доллар. Есебін шығарсақ, 10 жылда Қазақстандық футбол клубтары футболшы сатып алудан 27,7 миллион доллар минусқа кеткен. Мына жақта адамдарға үй жоқ, азық-түлікке ақша жетпей жатыр. Жетімдердің жағдайы анау, көп балалы аналардың көз жасы мынау. Ал бізге футболист керек. Қайран халықтың ақшасы-ай. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, бүгінгі Нартай Ньюс осымен тәмам. Біз аптаны қорытындыладық. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, қоңырауды басыңыздар. Өйткені біз сіздер үшін қызмет қыламыз.